Армысыздар. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін таныстырамыз. Кез келген алфавиттің көш басында тұратын әріп А. Мұндай дыбыс әлемнің барлық тілінде кездеседі, және кез келген әліпбиде бірінші тұрады. Қызықты факт. А әлемде ең көп таралған дауысты дыбыс. Жер бетінде мұндай дыбысы жоқ тіл болмаған. Бүгінде өлі тілдердің қатарынан саналатын убық тілінде екі-ақ дауысты дыбыс бар. Соның бірі А. А әрпінің латын қарпінде жазылуы біздің осы уақытқа дейін қолданып келген кирилл нұсқасындағы А әрпінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Дыбысталуы да, жазылуы да бірдей. А. А дыбысынан басталатын сөздер қазақ тілінде өте көп. Ата, ана, атамекен, аға, ара, алма және осылай жалғасып кете береді. Қазақ тарихында есімдер ерекше аталатын азаматтардың арасында А әрпінен басталатын тұлғалар да өте көп. Солардың ішінде шоқтығы биігі Абай. Абай кім? Абай ақын, композитор, философ, ағартушы, аудармашы, қоғам қайраткері. Абайдың қара сөздері прозалық шығармасы. Абай бір тұтас әлем. Абайдың шын есімі Ибрахим. Әжесі Зере сүйікті немересінің Ибрахим деген атына тілі келмей, оны ойлы болсын, аңдағыш болсын, абайлағыш болсын деген тілекпен Абай деп атап кеткен. Ибрахим Құнанбайұлы 1845 жылы бұрынғы Семей облысының Шыңғыс тауының бөктерінде Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың 4 әйелінің бірі, екінші әйелі Ұлжаннан туған. Абай кішкентай кезінде ауылдағы молдадан сауатын ашады да, 10 жасқа толған соң 3 жыл Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқиды. Бала кезден шығыс ақындарының шығармаларымен танысады. Араб, Иран, Шағатай тілдеріндегі ертегі дастан қиссаларды оқиды. Құнанбай 13 жасынан бастап Абайды өзімен бірге ертіп жүріп, әкімшілік, билік жұмыстарына араластыра бастайды. Ел ісіне араласа жүріп, әкім қаралардың, би болыстардың қулық сұмдықтарын, әлеуметтік теңсіздіктерді көріп, кейіннен өлеңдеріне арқау етеді. Абайдың өмірі мен шығармалары жайлы мәліметтер ұлы ақын дүниеден өткеннен соң қолға алынды. Қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлең атты алғашқы жинағы 1909 жылы Петербор қаласында Ильяс Барганскийдің баспаханасынан басылып шықты. Абайдың ұлы Тұрағұл мен Абайдың інісі Ысқақтың ұлы Кәкітай екеуі 1905 жылдан бастап ақын өлеңдері мен қара сөздерін жинап, түгендей бастады. Ұлы ақынның қолжазбасын жинақта баспаға дайындауды тапсырған адам Әлихан Бөкейханов еді. Абай туралы жазылған қомақты туындылардың бірі Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы. Эпопеяның Абай атанған алғашқы 2 кітабына 1949 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығы, ал Абай жолының тұтас 4 томына 1959 жылы Лениндік сыйлық берілді. Абай мұраларын зерттеу ісі әлі де жалғасуда. Өйткені Абай әлемі тұңғиығы терең түпсіз әлем. Әрине, бір сабақтың ішіне бүкіл Абай әлемін сыйдыру мүмкін емес. Бүгінгі хабарымызды Абайдың бір өлеңмен қорытындылағанды жөн көріп отырмыз. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өлсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәфрәтілі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибрәтілі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болма қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Келесі сабақта кездескенше аман, сау болыңыздар.